Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу сабағы. Кім болам? Сабақты бастамас бұрын барлығымыз бірге Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар» оқылық өлеңін есімізге түсірейік. Сыйса көйлек үстінде тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған, өнер, білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанда көңілге ықылас пен тоқылық. Жарайсыздар балалар. Ал енді сіздер болашақта кім болатын жайлы ойланып көрдіңіздер ме? Өздеріңіз қандайда бір мамандық таңдадыңыздар ма? Сол таңдаған мамандықтарыңызды және мамандықтың ерекшелігі туралы жаза қойыңыздар. Сонымен қатар, маман болу үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Ал біздің оқулығымызда Шекербек Садыханов «Азамат бол» деген өлеңін ұсынып отыр. Осы өлеңдегі кейіпкеріміз кім болғысы келетінін бірге оқиық. Болды Аманжол үлгілі, оқуын жақсы оқыды. Әкесімен отырып, былай деді бір күні: «Әке, маған қарашы, мен өскенде кім болам?» «Кім болсаң да, өзін біл, айналайын күн балам. Шопан болғын мен ұқсап, еңбекті сүй жасынан. Ғарышкер бол, елге ұқсап, отан даңқын асырған. Геолог бол немесе жерден алтын табатын. Қызықтарға бөленсең, бір марқайып қалатын. Дұрыс екен сұрағын, кім болсан да еркінде. Денсаулық боп шырағым, жетейік біз сол күнге. Арманын көп білемін, айналайын Аманжол. Менің сенен тілерім, азамат бол, адам бол». Ал енді балалар, сөздігімізді ашып, осы өлеңдегі марқаю деген сөзді жазып алыңыздар. Марқаю, көңіл толу, риза болу деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, дәптерімізге өлеңнің тақырыбын, өлеңдегі кейіпкерлер, қандай мамандық туралы айтылғанын және өлеңнің негізгі ойын осындай кестеге салып жаза қойыңыздар. Ал енді балалар, өздеріңізді тексеріп көруге шақырамын. Мен сіздерге сұрақ қоямын, ал сіздер сол сұрақтың жауабын 3 тілде айта алар ма екенсіздер? Сания балаларды оқытып жүр. Оның мамандығы қандай? Салтанат адамдарды емдеп жүр. Оның мамандығы қандай? Алина тіс емдейді. Оның мамандығы қандай? Ал Мира ән айтып жүр. Оның мамандығы қандай деп ойлайсыздар? Жарайсыздар балалар, 3 тілді де меңгергенсіздер деп ойлаймын. Ал енді сіздерді сәл сергіп алуға шақырамын. Мен сіздерге сұрақ қоямын, сіздер сол сұраққа жауапты қандай да бір әрекет арқылы көрсетесіздер. Мамандық адамға керек пе? Егер де иә деп ойласаңыздар, басымызды изейміз. Жоқ деп ойласаңыздар, басымызды шайқаймыз. Әр мамандықтың ерекшелігі бар ма? Иә деп ойласаңыздар, оң қолыңызды көтеріңіздер, жоқ деп ойласаңыздар, сол қолыңызды көтеріңіздер. Дәрігер балаларды оқытады. Иә деп ойласаңыздар, қол шапалақтаңыздар, жоқ деп ойласаңыздар, аяғымызбен топылдатамыз. Мұғалім адамдарды емдейді. Иә деп ойласаңыздар, оңға иілеміз, жоқ деп ойласаңыздар, солға иілеміз. Жүргізуші машина жүргізе ме? Иә десеңіздер, алға еңкейеміз, жоқ десеңіздер, артқа шалқаямыз. Жақсы, жарайсыздар. Ал енді балалар, мен сіздерден сұрағым келіп тұр.
қоғамның соңғы кездерде брокер, дилер, маркетинг, маркетолог, менеджмент, менеджер деген сөздер жиі кездеседі. Осы сөздер нені білдіреді? Сол жайлы ақпарат іздесеңіздер. Сонымен қатар балалар, мен сіздерге мамандық иелері туралы мақал-мәтелдер топтамасын жасауды ұсынамын. Және сабағымызды әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін татта барқалан деген Абай атамыздың әдемі сөзімен аяқтағым келіп тұр. Мамандықтың барлығы жақсы, тек икеміне қарай, қабілетіне қарай дұрыс таңдай білу керек. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар балалар.